Мектебің мынау, классың осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Осы өлеңді алғаш естігенде мен мұны онша түсінбедім. Мен сонда сыныпта 10 жыл тұрып, мектепте жатып, үйге келмеймбе, әкемді, інілерімді сағынам ғой. Жазған адам неге ойланбай жазған деп таң қалғам. Осы өлеңді ұстаздан алғаш тыңдаған сәтте маған мұндай мектептің керегі жоқ деген ой санама бірден сап ете қалдым. Сөйтсем ол мектеп деген адам, ол өмірде бірақ рет бермесін сый екен. Кейін барып түсіндім, енді мектепсіз өмір мән ештеңе жоқ сияқты. Мен мектепті жақсы көремін. Таң атысы үйден мектепке қарай асығамын. Маған мектептің ауасы да ауласы да қатты ұнайды. Өзімді сол жерде жүрсем жақсы сезінемін. Алдымда ұстаздарым, жанымда жолдастарым, бәрі маған менің сәби кезімнің көгілдір экрандағы кейіпкерлеріндей ыстық көрінеді. Үйде келе дидардан не ғаламтордың бір қызықты жағдай куә болмасын. Мектептегі сыныптас достарыммен бөлісуге асығамын, себебі олардың пікірлері, өз болжамдары қатты ұнайды. Олар жасыруды білмейді, жағдай туралы болмасын. Олар өз ойларын ашық, әділ айтады. Мен болашақта кім болатынымды туралы ештеңе білмеймін, бірақ кім болатынымды мән ештеңе білмеймін. Осы мектепте өткен оқушылық өмірім деген кітап жазамын.